Құрметті тыңдармандарым, әңгімемді бастамас бұрын өтінішім қазақ арнасының дамуына үлестеріңізді қосып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, жаңадан шыққан әңгімелерімді біріншілерден болып тыңдайтын боласыздар. Ендеше әңгімемді бастайын. Соқыр кемпір. 3 бөлім. Алданған сезім. Ағасы Мақсат пен қарындасы Ару бір-бірін қолдап қорғаштап жүргенін көрген Балғабай аға мен Балжан апаның қуаныштарының шегі жоқ еді. Ару мектеп табалдырығын аттанғанда Мақсаттың балаша қуанышын сөзбен жеткізу қиын-ақ. Қарындасын сабаққа өзі алып келіп, жанынан бір адым алыстамай, қолдап қорғаштап, бір ағаның ерлігін жасауға бала көңілімен тырысып бақты. Иә, Аруда еш алаңсыз өз теңдестерінің арасында емін-еркін жүрді. Себебі біреулері ренжітсе, ағасы Мақсатқа айтатынын білген бұзық балдар да Арудың маңына жолауға қорқушы еді. Арадан жылдар өтті. Мақсат мектепті бітіріп, институт түлегі болды. Ару 7-ші сыныпқа өтті. 7-ші сынып оқушысы болуына қарамастан, сыныптас қыздарынан ерекшеленіп тұратын. Аты затына сай, көркі өзіне сай, әдемі болып құлпырған Аруды тек сыныптастары емес, үлкен сыныптың балдары да ұнатушы еді. 8-ші сыныпта оқитын Талғат та Аруды көрсе жүрегінде басқаша сезім оянып, бұл Ару қызбен танысып сөйлескісі келер еді. Ренжітуге тырысқан басқа балдардан қорғаштап, сырттай ғашық болып жүре берді. Арадан айлар өте бастады. Күндердің бірінде Талғат асығып келе жатып, Арумен соқтығысып қалды. Жерге құлаған Арудың алақанына тас батып, қолы ауырып жылай бастайды. Талғат сасқанынан Арудың алақанын жаймен уқалап кешірім сұрайды. Ару өзінің жылаған түрінен ұялған күйі, ол да сасқалақтап, қолыңыз жұмсақ екен, тура дәрігердің қолы сияқты, деп жымияды. Менің есімім Талғат, сіздің есіміңіз кім? Деп сөз бастайды Талғат. Менің есімім Ару, дейді тартынған күйі Ару. Сол күннен бастап екеуі сөйлесіп кетті. Ол кезде екеуінің арасы тек балауса достық еді. Сабақ арасында еркін сөйлесіп, кейде кітап, кейде күлкімен бөлісіп жүретін. Ару үшін Талғат жай ғана жақсы дос еді. Ал Талғат үшін Ару бір сәтке де назардан кетпейтін күннің шуағындай болған. Күндер өте берді. Талғат 10-ші сыныпқа өтті. Ару 9-шыға. Сырттай қарағанда бәрі баяғыша. Бірақ Талғаттың ішкі әлемі баяғы қалпында емес еді. Сол бір көктемгі күн шуағы шымырлап тұрды. Ағаштар бүршік атып, гүлдердің иісі далаға тарап, аспан ашық, самал тыныш болатын. Талғат дәл сол күні шешім қабылдады. Жан дүниесін мазалаған үнсіз сезімді Аруға айтып, жүрегіндегі шындықты сөзбен емес, жанарымен жеткізгісі келді. Кездесу орны екеуі жиі отыратын саябақ. Жапырақ сыбдыры мен құстардың үні ғана естіліп тұрды. Ару жай келіп отырды. Талғат үнсіз қарап тұрып, «Мен сені сүйемін», деді ақырын. Сосын кілт жақындап, оны құшақтап сүйіп алды. Сол сәтте Арудың жан дүниесінде дауыл тұрды. Ол мұндайды күтпеген. Махаббат оған әлі ерте секілді көрінетін. «Не істеп жатырсың?» деп шоршып ызаланып орнынан атып тұрып, жүгіріп кете барды. Көше бойы жүгіріп келеді. Сенім мен сезім, қорқыныш пен таңырқап қалу,
жүрегін араластырып жібергендей. Сол сәтте жаңбыр да себелеп кетті. Тамшылар арудың бетін жуғандай ма, көзінен аққан жаспен араласқандай ма, өзі де білмей қалды. Жол бойы Талғатпен алғаш кездескен кездерін еске алды. Көзіндегі жылылық, жұмсақ үн әр кездесу сайын еркін жүріп, ешқашан артық қимыл жасамаған Талғаттың жайлылығын еске түсірді. Иә, неге сезбедім екен? Аңғал болдым ба әлде? Махаббат деген тек киноларда болады деп ойладым ба? Деп ойлады ішінен. Жүрек түбінде әлдеқашан орын алған сүйіспеншілік енді ғана бетке шыққандай. Түні бойы ұйқысы келмеген ару терезе алдына келіп отырды. Аспанда жұлдыздар жымыңдайды. Көктемгі самал жай ескен. Жүрегі тыныш емес. Мен де оны ұнатамын ғой. Ақылды, момын, адал жігіт. Ал менше, неге қаштым? Деді өзінен өзі мырс етіп күліп. Сол сәтте сыртта ескен желде жылы естілді. Табиғатта сезімді қабылдап, бар әлем махаббатқа куә болғандай үнсіз қалды. Таң ақырын атты. Арудың жүрегі тыныш болмады. Түн бойы терезеге қарап, ішіндегі дауылмен тілдесіп шықты. Таң шапағы терезеге түскенде, ол өз-өзіне, мен бұдан қашып жүре алмаймын. Сөйлесуім керек деді. Сол баяғы саябақ. Жапырақтар шықпен көмкерілген. Талдар арасынан таң сәулесі сығалап тұр. Сағат 8:00. Екеуі де күндегідей сабаққа ертелеу келген. Талғат үнсіз отыр. Қолында бір тал ақ раушан. Бетінен үміт пен мазасыздық қатар көрінеді. Ару жай келіп отырды. Екеуі бір сәт үнсіз қалды. Тек табиғат сөйлеп тұрғандай. Құс үні, жапырақ сыбдыры, жүрек дүрсілі. Кешір, деді Ару ақырын. Мен қорқып кеттім, түсінбей қалдым. Ал шындығында мен де сені бұрыннан ерекше көретінмін. Талғат бірден жауап бермеді. Ол тек көзінен қуаныш пен жеңілдік ұшқынын сездірді. Сен қашқанда, мен сенен емес, өзімнен қорқтым, деді ол. Менің саған деген сезімім жай емес. Ол жүректің тыныштығы. Сен бар жерде дүние толық сияқты. Ару күлімсіреп көзін төмен салды. Сенің жанарыңда әрқашан басқа бір әлем бар еді. Мен енді оны сездім. Жел тербеліп, ағаштар сықырлады. Қолына ақырын раушан гүлін ұстатты Талғат. Мен сені күтем. Қалай шешсең де, махаббат асығыстық емес, шындық қана. Ару гүлді қолына алып, ақырын иығына сүйенді. Ол сәт табиғаттың өзі жымиғандай еді. Жан жағындағы бар әлем үнсіз, бірақ жүрек шулап тұр. Уақыт ағын дәрия секілді. Әп-сәтте Талғат 10-шы сыныпты бітіріп, мединститут түлегі болды. Ару да келесі жылы дәл сол мединститутқа тапсыратынын айтып уағдаласты. Бірақ 10-шы сыныпқа өткен жылы күзде әкесі Балғабай аға жүрек талмасымен сырқаттанып, ауыр халде аурухананың реанимация бөліміне түсті. Балжан апа шалының жағдайына алаңдап, зыр жүгіріп жүр. Ару сабақтан келерде ауруханаға әкесінен хабар алуға барды. Әлі ес-түссіз жатыр. Балжан апа 3 күннен бері ұйықтамаған күйі Балғабай ағаның жанында жылап отыр. Жылама анашым,
деп Ару Балжан апаны құшақтады. Иә, Балжан апаның сол баяғы жас күнінен қазіргі күніне шейінгі Балғабай ағамен бірге көрген қиын қасіретті күндері көз алдында кинолентасындай жүгіріп өтіп жатты. 7 сәбиін жоғалтқанында да Балжан апа жылап күйігін көз жастарымен шығара алған. Ал Балғабай аға ше, ол бәрін ішіне жұтқан. Ол да Балжан ападан кем қиналмады. Бірақ еркек емес пе? Әйеліме сүйеніш болуым керек деп көз жастарын көрсетпеуге тырысты. Әлсіз болмауға талпынды. Сол күндердің зардабы осы күнге шейін жүрегін кеміріп міне жығып тынды деп іштей күйініп жылаған Балжан апаның ішкі сезімдерін өзінен басқа жан түсінбес еді. Демі жоқтың емі жоқ деп, және 3 күннен кейін Балғабай ағада бақилық болды. Балжан апаның арқа сүйер сүйеніші, өмірлік жолдасы, сырласы бұл қиын қыстаулы жалған дүниеде жалғыз қалдырып, өзі шын дүниеге кете барды. Ару мектепті бітіріп, анасын жалғыз қалдырғысы келмей, қаладағы институтқа емес, үйіне жақын жердегі медколлежге құжаттарын тапсырды. Санасында тек бір ой: мейлі, дәрігер бола алмасам да, медбике болып Талғаттың жанында жұмысқа тұрсам болды. Талғат та Арудың шешіміне түсіністікпен қарады. Екеуміз үйленсек, өзім Аруды институтта оқытамын деп ойлады. Бұл арада Балжан апаның көздері нашарлай түсті. Есігінен шыққан бойы орта жолға шығатын. Бірнеше рет орта жолдан өтіп келе жатып, көздері қарауытып, машинаның астына түсуге шақ қалған. Ару анасының бұрынғы қасіреттерінен хабардар болғандықтан, және әкесінің өлімінен кейін анасының көп күйініп жылағаны бәрі көзіне қарсы әсер етіп, дәрігерлердің күтімі мен көзілдірікпен әрең жүруші еді. Ару жас болуына қарамастан өмірге пісіп қалған еді. Оның жүрегінде жақындары, туыстары мен бірге Талғаттың да орны бөлек еді. Әр жексенбі күні Талғат пен Ару кездесіп жүрді. Басқа күндері сабақта болғандықтан, жексенбіні екеуі де асыға күтуші еді. Екеуінің адал сезімдері көп сынға түсе бастады. Талғат институтты бітіріп келіп, ауылындағы ауруханаға дәрігер болып келді. Ару да коллежді бітіріп, сол ауруханаға медбике болып жұмысқа тұрды. Екеуінің махаббат хикаясының жалғасы Арудың жүкті болып қалғанын білген күндеріне шейін жетті. Ару жүрегінде үрей аралас қуанышын Талғатқа келіп айтты. Талғат қуанышын ішіне сыйдыра алмай, Аруды құшақтап көтеріп алды. Неге қорқасың жаным-ау? Бүгін-ақ үйдегілерге әлемдегі ең әдемі Ару есімді қызға үйленетінімді айтамын, деп қиял әлеміне ұшып кете барды. Ару жүрегіндегі дауылды тыныштандыруға қанша тырыспасын, қорқыныш жүрегінен алыстар емес сірә. Талғат үйіндегілерге Аруға үйленгісі келетінін айтқанда, ата-анасының қарсылығына ұшырайтынын білмеген еді. Ару асыранды қыз, соқыр шешесіне қарап отырған кедей отбасының қызы. Біздің теңіміз емес, деп ата-анасы өз отбасына сай бай отбасының ерке қызына үйлендіретінін, егер қарсы болса риза еместігін айтып, өз ұлын тығырыққа тіреді. Шынайы сезімдерін ақтай алмаған Талғат пен Арудың аралары осылай бұзылды. Сезімдері тапталған екі жас бір-бірін енді тек
түсінде ғана көре алады. Қымбатты тыңдармандарым, әңгімем ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырың. Келесі әңгімемде кездескенше сау саламат болыңыздар.